Сәлем менің ютубтағы достарым. Мен бүгін сіздермен тағы да қауышып отқаныма өте қуаныштымын. Бүгін менде тағы да бір қызықты тақырып. Өмірде кінәлілер жоқ. Неге кінәлілер жоқ? Себебі менің бұрынғы видеоларымнан тыңдап жүрген болсаңыздар, мен қазір өзім осы ойды үнемі адамдарға айтып жүремін. Яғни адам мына өмірге келген кезде өзінің өтуге тиісті өмір жолы болады. Оның осы өмірге келген кезде бір істейтін ісі болады, атқаратын бір міндеті болады. Осы міндетіңді атқармай, осы миссияңды атқармай, сен бұл өмірден өтпейсің. Яғни өтуге тиісті жолыңнан өтпей саған болмайды. Енді көп адам енді біреулерге бір таңсық бұл ақпарат болуы мүмкін. Яғни біз мына адамдар мына өмірге бірнеше рет келіп, бірнеше рет кеткенбіз. Адамның мына жан, тән, рухтан тұрады. Соның ішінде адамның тәні өлгенмен, оның рухы ешқашанда өлмейді. Яғни рух деп отырғанымыз бұл энергия. Сіз мына өмірге келіп, не істедіңіз, не қойдыңыз, сіздің бүткіл амалыңыздың барлығы да сіздің өзіңіздің бойыңызда ақпарат болып жазылып тұр. Сол ақпарат бойынша сіз мына өмірге қайтадан келіп, сіздің қайтадан өмірде өтуге тиісті жолыңыз кездеседі. Өтуге тиісті жолыңыз қарастырылады. Енді бұл жерде неге мен бұл тақырыпты алдым? Себебі қазір көп адамдар өзін кінәлі санайтын адам көп. Және де өзгені кінәлайтын адам көп. Мысалы, менің өзімнің практикамда өзіме келген бір адамдар өзінің жұбайы қайтыс болып, сол қайтыс болған жұбайларына бола, соның өліміне мен себепкер болдым деп, мына өмірде стресске түсіп, депрессияға түскен адамдарды мен көп көрдім. Сондықтан да осы видеода менің мақсатым сіздерді жалпы мына өмірде кінәлі ешкімде жоқ екенін айтқым келеді. Неге? Мысалы, мына өмірге қайтып келдіңдер, сізге тартылыс заңы бойынша сіздің сол жолдан өтуге тиісті, сізбен бірге өтуге тиісті адамдар сіздің жолыңызда міндетті түрде кездеседі. Ол кездескен адамның барлығы да оған, мысалы, сізді ренжітуі мүмкін сол адамдар. Немесе түрлі сізді қиын ситуацияларға тап қылуы мүмкін. Сол алдыңызда кездескен адамның барлығы да олар сізді шыңдау үшін, сол сіздің өмір жолыңызда тиісті жолмен өту үшін кездесіп тұрған адамдар. Енді жаңағы күйеуім менің кесірімнен қайтыс болды деген келіншектің оқиғасына келейік. Енді оның күйеуі мысалы қайтыс болды, бірақ ол келіншек оған кінәлі емес. Неге? Себебі ол жігіттің өзінің, ол жігіттен әрине ерте қайтыс болған, жасы 50-лерге әлі жақындаған жоқ, жастай кетті мына өмірден. Бірақ демек ол адамның осы өмірде атқаруға тиісті міндетінен құтылды. Ол міндетін өтеді. Сол міндетін өтеген кезде ол Алла тағала сені бір минутта жердің бетіне қоймайды. Ол сені алып кетеді. Оның міндеті не болды мына өмірге келгенде? Яғни өзінің 4 баласы болған екен, келіншек болған екен. Оның демек міндеті сол мына өмірге 4 баланы әкелу болды. Сол әйелімен отбасында тұру керек болды. Әйелімен кейбір кезде бір нашар қарым-қатынаста болды. Яғни әйелі оның осы жолды өтіп шығуға оған көмектесті, ол әйеліне көмектесті. Бұл жерде ол әйелге сол келіп жеке сөйлесудің кезінде мен оған
айттым түсіндіріп. Яғни өлгенде былайша айтқанда айтады ғой мына қазақта өзіңе көп алма деп та. Ол енді барлығы да бір жапырақ жерге түссе де ол Алланың қалауымен болады. Мысалы, біздер көбіне не істейміз, соны айтамыз тілімізбен, барлық нәрсе Алланың қалауымен болады дейміз де, бірақ нақты іске келген кезде өзімізді көп жағдайда кінәлап жатамыз. Мысалы, сіз кімсіз, сіздің бір ауыз сөзіңізден адам өліп қалатындай. Мысалы, жаңа айтқандай, өзіңе көп алма дейді. Мысалы, қарапайым тілде айтқанда, өзіңе көп алма. Мысалы, ол ар жақта әу баста келгенде сол ғұмырды өмір сүру керек еді. Сол, мысалы, 50 жас па, 50 жасын жасады да кетті. Немесе біреулер ауырып қайтыс болған кезде айтады, біреулер өзін тағы кінәлайды. Ойбай, сол ауырып жатқан кезде мен соның қасында бола алмадым, мен оны құтқара алмадым деген сияқты әңгімелер айтады. Сіз оны құтқара алмайсыз. Себебі ол мына өмірден ауырған адам, ол өзі шешім қабылдады. Ол подсознательно мен ауырамын деп шешім қабылдады. Яғни мына өмірде мен кетемін, ауырамын деп ол өзі подсознательно іште шешім қабылдаған адам. Ол іште шешім қабылдаған адамға сіз ештеңе де істей алмайсыз. Сондықтан да егер де өздеріңізді көп жағдайда кінәлап жүрген жандар болатын болсаңыздар, естеріңізде болсын, өмірде ешқандай да кінәлілер жоқ. Бұл менің өзімнің ойдан тауып айтқан нәрсе емес, ол кәдімгі өзіміздің барлық ақиқат деп сүйенетін Құран кітабымызда жазылып тұрған нәрсе. Және де осы мына орыстың керемет жазушысы бар ғой, Лев Толстой деген, кезінде осы христиан дінінде жүріп, осы мұсылман дініне өткен сол кісінің де өмірде кінәлілер жоқ деген шығармасы бар. Яғни барлық адам мына өмірде не істесе де соны заслуживает дейді, орысша айтқанда заслуживает. Қандай тағдыр болса да ол сол заслуживает. Яғни өзінің ниетінен оның түпкі қалауы сол болды. Оның түпкі қалауы ажалды ұзақ өмір сүргісі келмеді, внутренний ішкі қалауы ол сондай болды. Немесе жаңа айтқандай ауырып өлу, немесе басқа да жаңағы түрлі жағдайлар бар, мысалы асыл өлу деген сияқты, өртеніп өлу деген сияқты нәрселердің барлығы да ол адамның ішкі шешімі. Ол сіздің шешіміңізден емес, немесе сіздің сөзіңізден емес, ол сол адамның іште қалауы. Ол сол қалауды Алла Тағала орындады. Ол жерде сіздің ешқандай да қатысыңыз жоқ. Сондықтан да егер де сіздің басыңызда осындай бір ситуацияға бола, өзіңізді өзіңіз кінәлап жүрген болатын болсаңыз, ол әдетіңізді қойыңыз. Адам өзін қаншалықты кінәлі санаған сайын, ол адам ауруға ұшырайды. Ол адам мына өмірде стресске түскіш болады. Сондықтан да жаңа Құрандағы жазылған ақиқат, яғни жер бетінде қарапайым бір жапырақ жерге түссе де Алланың қалауымен түседі деген. Сондықтан да ешқандай да өзіңізді кінәлі сезінбеңіз, өмірде кінәлілер жоқ. Енді барынша мен осы тақырыпты түсіндіріп айтқан сияқтымын. Әлі де бұл тақырыпты тереңдеп айта түсемін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, комментарийлеріңіз болса жазыңыздар. Сіздердің қандай пікірлеріңіз болса да тыңдауға дайынмын. Сұрақтарыңыз болса да қойыңыздар. Мына каналда маған егер де сіздер сұрақ қойсаңыздар, маған жұмыс жасау оңай болады. Сол сұрақтардың бағытына қарай мен видео түсіремін, өзім сол бағыттарға қарай мен сабақ өткіземін. Сондықтан да құрметті көрермен, құрметті менің ютубтағы достарым, бір-бірімізбен осындай жақсы қарым-қатынаста болайық. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Мынау менің телефон номерім. Осы телефон номерге хабарласыңыздар.